Йоу, сәлем бәріне, қалайсыңдар? Арнаға қош келдіңдер, жаңадан келген болсаңдар, подписка басып қой, қоңырауды қос, кейін ұмытып кетесің. Бүгін мен сендерге өзімнің Robloxтағы приколдарымды айтамын. Қызық оқиғаларым бар, отыр тыңда. Короче, былтыр болған оқиға. Мен түнгі сағат 3-те Black Fruits ойнап отырмын. Құлақ қап жоқ, дыбыс қатты. Бір алаяқты жеңіп алдым да қуанып кеттім. Ура деп айқайлап жібердім. Бір секунд өтті, есік ашылды. Апам тұр, қолында сыпырғыш. Білесің ғой, қазақ апалардың сол көзқарасы бар. Сен өлесің, бірақ қашан екені белгісіз. Апам маған 10 минут бойы лекция оқыды. Мен тұрмын. Экранда сен өлдің деп жазылып тұр. Мен нағыз өмірде де өліп тұрмын. Апам кеткен соң мен қайта кірдім ойынға. Неге? Өйткені тәуелділік деген осындай, бауырым. Енді досым Аслан туралы айтайын. Бұл бала брокерінде полиция болып ойнайды. Бірақ қалай ойнайтынын білсең, ол бәрін себепсіз қамайды. Адам үйінде отыр, ештеңе істемейді. Аслан оны қамайды. Біреу дүкенге барып жатыр, қамайды. Мен оған айтамын, неге олай істейсің деп. Ол айтады, мен заң қызметкерімін деп. Сол сөзді қайдан үйренді, мен білмеймін. Бір күні сервердегі бәрі оны шағымдады, оны банға жіберді. Ол маған қоңырау шалып, мені саяси себептермен қамат деді. Мен айтамын, саясат қайда мұнда деп, ол айтады, сен түсінбейсің деп. Аслан ауыр адам, бірақ досым, не істейін? Тағы бір оқиға. Менің інім бар, 11 жаста, адаптмен ойнайды. Бір күні үйге жылап келді. Мен сұрадым, не болды деп. Ол айтады, менің Меган Драйганымды ұрлап кетті деп. Мен айтамын, қалай деп. Ол айтады, бір адам сенімді айырбас жасайық деді. Мен бердім, ол кетіп қалды деп. Бауырым, мен сол күні 1 сағат бойы оған алаяқтық туралы айттым. Інім, сенімді айырбас деген алдау, ешкімге сенбе, бұл әлем қатал, адамдар жаман дедім. 11 жастағы бала маған қарап отыр, мен оған өмір туралы философия айтып жатырмын. Ол сол күні балалық шағымен қоштасты. Қазір ол ешкімге сенбейді, біреу айырбас ұсынса, скриншот алады, профилін тексереді. Мен оны үйреттім. Енді ұятты момент айтайын. Мен бір қызға ұнап қалдым, ол да Roblox ойнайды екен. Мен ойладым, жақсы, ортақ қызығушылық бар, Robloxта таныстырамын. Оның атын таптым, Black Fruitsқа кірдім, оны таптым. Мен ойладым, қазір көмектесемін, ол таңданады. Жақындап, хей, көмек керек пе деп жаздым. Ол жоқ деді. Мен жарайды деп кеттім. Бірақ тоқтамадым. Мен оны сервер бойынша артынан жүрдім. Ол қайда барса, мен де сонда. 1 сағаттан кейін ол маған жазды, сен кімсің, неге мені артымнан жүресің, қорқынышты деп. Мен түсіндіргім келді, бірақ ол мені бұғаттап кетті. Келесі күні мектепте ол маған қарамады. Roblox менің махаббат өмірімді құртып жіберді. Тағы бір прикол. Менің апам Roblox ойнайды. Иә, дұрыс естідің. Бір күні мен ойнап отырдым. Апам келіп, бұл не деп сұрады. Мен түсіндірдім. Ол маған да көрсет деді. Мен ойладым, бір рет көрсетемін, жалығады, кетеді. Жоқ, бауырым. Апам тәуелді болып кетті. Ол қазір брокерінде үй алған, машинасы бар, жұмыс істейді. Виртуал әлемде. Менің апам 53 жаста. Ең сорақысы, апам менен жақсы ойнайды. Ол биді менен тез өтеді. Мен сұраймын, апа қалай деп, ол айтады, сабыр болу керек. Балам, сен асығасың деп. Апам маған өмір сабағын Roblox арқылы үйретті. Енді YouTube оқиғамды айтайын. Мен былтыр ойладым, мен де видеоблогер боламын деп. Roblox видео жүктедім. Бірінші видеоға бір көру түсті. Ол көру мен өзім едім. Тағы жүктедім 3 көру. Екеуі мен, біреуі інім. Інімді мәжбүрлеп көрсеттім. Ол айтты, ағасы қызықсыз екен деп. 11 жастағы бала маған пікір берді. 10 видеодан кейін менің 15 жазылушым бар. 8 туыстарым. Екеуі боттар шамасы. Қалғанын білмеймін, бірақ мен оларды жақсы көремін. Турнир туралы айтайын. Бір күні Black Fruits турнирі болды, жүлде Robux. Мен ойладым, мен жеңемін, мен шеберпін деп. Алғашқы раундта бір баламен соғыстым. Ол маған 3 секундта жеңіп кетті. 3 секунд. Мен ештеңе істей алмадым. Ол маған жақсы ойын, жаңа шақ деп жазды. Мен сол күні 1 сағат бойы қабырғаға қарап отырдым. Мен ойладым, мен жақсы ойнаймын деп. Жоқ екен. Бірақ қабылдадым, жаттығуды бастадым. Тағы бір прикол. Менің досым Robloxта қыз тапты. Желідегі танысу. Мен оған айттым, бауырым, бұл ұят деп. Ол айтты, сен қызғанасың деп. Ол сол қызбен 1 ай кездесті. Әр күні бірге ойнады, брокерінде үй алды, бірге өмір сүрді. 1 ай өткен соң ол қыз айтты, мен нағыз өмірде бала едім деп. 10 жастағы бала. Менің досымды алдап кетті. Досым 1 апта көңілсіз болды. Мен оған айттым, бауырым, бұл сабақ, желідегі танысу жаман деп. Соңғы оқиға. Мен бір күні 24 сағат бойы Roblox ойнадым. Неге? Мен ақымақпын, сондықтан. Мен ойладым, қызық болады деп. Қызық болмады. Алғашқы 10 сағат жақсы еді. 10-15 сағат аралығында көзім ауыра бастады. 15-20 сағатта елестер көре бастадым. Ол бей түсімде көріне бастады. 24 сағат болған соң құлап ұйықтап қалдым. 12 сағат ұйықтадым. Оянған соң 1 апта Roblox ойнамадым. Қорытындылай келе, Roblox бұл тек ойын емес. Мұнда сен достар табасың, достар жоғалтасың, алаяқтыққа түсесің, турнирден ұшасың, апаңмен жарысасың. Бірақ өмір маңызды.